Атырауда маусымдық жұқпалы аурулардың көбеюіне байланысты мамандар тұрғындарды сақтық шараларын күшейтуге шақырады. Ең алдымен аурудың алдын алып, пайда болған жағдайда алғашқы күннен бастап дұрыс күтім жасау керектігін ескертті. Қазір қаламызда эпидохалы өте күрделене бастады. ОРВИ мен, яғни ЖРВИ мен тұмау аурулары өршу кезеңінде ауруханалар лық толы. Өткен аймен салыстырғанда осы айда аурушаңдықтардың саны көбейді. Жалпы науқастардың келіп жатқан шағымдары дене қызуының тұрақты түрде 39-40 градусқа дейін көтерілуі және оның 4-5 күнге дейінгі сақталуы, бастың ауырсынуы, денесінің толықтай ауырсынуы және жалпы әлсіздікте шағымданып келуде. Көбінесе қазір балаларда бұл ауру өте белең алып тұр. Емханамызға келіп түскен шақыртулардың да көп басым бөлігі балаларға. Ең алдымен алдын алу сақтық шараларына адамдар, халықтар көп шоғырланатын жабық жерлерге бармауға кеңес береміз. Қажеттілік туындамаса, балаларды жабық ойын-сауық алаңдарына апармау. Егер сізде қандай да бір тұмаудың немесе осы ЖРВИ-дің белгілері байқалған жағдайда бірден оқшаулану.